Бәріңізге ассалаумағалейкум. Адик автоподбор каналына қош келдіңіздер. Баяғыда емес, телефонға түсіру емес, бүгін камераға түсіретін боламыз, профессиональный, яғни сіздерге осындай контент ұнайды деп ойлаймын. Бізбен бірге болыңыздар, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Так, бізде бүгін Mazda Tribute 2000 жылғы автомат, газ, бензин, полный привод, кондиционер дейді, барлығы бар. Орыс учет. Бізде бұлай состояниесі барлығы жақсы. Көріп тұрғандарыңыздай фаркоп бар екен. В принципе, осындай состояние. Мына жерінде сынған фары бар екен. Чичаның астыңғы жақтарынан шамалы. В принципе, осындай. Номері 705 538 95 91 номері. Хабарлассаңыздар болады. Так, Mazda CX-7. Мұнда полный комплектация, состояние идеальное, юридически чистое, СТС, ПТС, договор куплю-продаж, на руках, номері 705 538 95 91. Жалпы машинаның состояниесі жақсы. Дискілері графитовый цветке боялған, кішкене отражениелер береді мынандай. Күнге жалтыраған. Mazda CX орыс учет бізде. Мына жерлерінде шіріктері бар екен. Мына жерінде енді шіріп бастап жатыр. Кішігірім рекламная пауза. Егер де сіздің видеомонтажға деген қызығушылығыңыз болса, менің досым Ермаш каналына тіркеліңіздер. Менің досымның каналы осы видеоны монтаж жасайды, оператор бәрін түсіріп жүр. Ол жақта мобилографияға қатысты, жалпы монтажға қатысты барлық видеолар бар. Сілтемесін төменге қалдырып кетемін. Тіркеліңіздер, қараңыздар. Сол жаққа өтсеңіздер болады. Әрі қарай видеоны қараңыздар. Бұл жерде Camry 35, орыс учет 2005 жылғы дейді. Объем 3, бағасы 4 миллион 700, номері 707 77 202 71 дейді. Бізде лобовой ауысқан. Мына жерді түсіріп жібер. Бұл жерде Toyota деген лобовой болу қажет, негізі лобовой ауысқан екен. В принципе, бұлай состояниесі жақсы. Автомат, орыс учет бізде бұл. Задний бұрыштарында ғана парктрониктер бар екен. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, тек қана бұрышында, орталарында жоқ. V6 бұл бізде комплектация. Так, бізде семерка Жигули 2010 жылғы, бағасы 1 миллион 350 мың, номері 775 891 89 09. Бір хозяин дейді. Естественно, бұл бізде механика. Мына жерлерінде кішкене мятинкалар бар екен, көріп тұрғаныңыздай. Сізге камера көрінбейтін шығар, бірақ ана жерінде мятинкалары бар. Состояние шинінде шамалы жөрілгесін, по-любому износ бар. Бамперлерінде хром шамалы отслаивается. Орысша айтқанда фаркоп бар, естественно. Бұлай, в принципе, состояниесі жақсы. Мына жерде де кішкене мятинкалары бар екен. В принципе, осындай состояниесі. Так, бұл бізде Гранта, орыс учет көріп тұрғаныңыздардай. 2019 жылы кондер, резина зимняя, сигналка, электростекло дейді, АБС, кур барлығы бар дейді. Пробег 60 мың, бағасы 2 миллион 900, номері 705 703 66 66. Бұл жақта состояниесі бұлай жақсы. Алдыңғы жақтарында бронепленка жабыстырылған екен, мына жерге дейін жартысына. Бұлай состояниесі жақсы. Фарына шыбын кіріп кеткен екен. Так, бізде ВАЗ-2114 2008 жылғы, родном крах дейді, без ДТП дейді. Бағасы 1 миллион 230 мың. Ценасы сондай қымбат, өте қымбат. 2008 жылғы 14 үшін. Номері 8700 683 43 23 номері. Торг бар дейді. Состояниесі бұлай жақсы, өте қызық цвет екен. Титановый диски бар. Бамперінде шамалы лак кетіп қалған, күн жиып қалған сияқты. Так, келесі кезекте ВАЗ-2115
2007 жылы дейді, люкс комплектация дейді, свежий доставлен Россиядан. Орыс учет бізде бұл 1 миллион 100 бағасы. Номері 775 543 34 89. В принципе, бұлай состояниесі жақсы. Лобовойны тас деген екен мұнда, трещина кеткен. Бұлай состояниесі. Так, бұл жерде Шкода Фабия, орыс учет, 2002 жылғы, кондер бар дейді, учете стоит. Комплект зимний резин дейді, бағасы 1 60 000 дейді. Номері 705 630 54 44. Шкода Фабия на любителя ғой, ондай көп бізде популярный емес. Біздің Қазақстанда мына жеріне кішкене дефекттер бар, бампершонға зазоры кетіп қалған екен. Енді машина для любителя, бұл жерде механика, орыс учет, в общем. 1.4 объем, МП мотор, там обычный. Так, бұл жерде газель, орыс учет клин базарда бізде. 2012 жылғы пробег 227 397 дейді. Бағасы 3 миллион 800, лобовой треснутый, номері звондасаңыздар болады, 771 339 87 17 номері. В принципе, газель бізде өте популярный. 3 миллион 800, меніңше қымбат сияқты, өйткені бір жыл бұрын бұлар, грубо говоря, 3 миллионға дейін болған еді. Порт істеген 420-430-дай болатын ұзындығы. Жұмысындай состояниесі. Так, келесі кезекте газель фермер. Борты жасалмаған екен. Обычный порт стандартный бортпен тұр. Бағасы 3 миллион 300 дейді. 2011 жылғы. Номері 705 605 90 00 номері. В принципе, обычный фермер, ешқандай өзгешелік жоқ. Біздегілер сияқты спальник жасалмаған, ішінде обычный сиденье тұр. Бұл жерде тоже орыс учет. Мен продажаға дайындалған, борттарын бәрін красить қойған екен. Даже щеткамен краскілеген, потому что іздер бар. Үшін осындай состояниесі. Мұнда шамал тесігі бар екен. Есігі бар. Газ жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Обычный бензинмен. Так, Hyundai Accent, орыс учет. 2005 жылғы. Кондер дейді, автозапуск Starline дейді. Бағасы 1 700 000. Лобовой треснутый. Номері 705 459 0323 дейді. Негізі, надежный машиналардың бірі, ескі машиналардың. Жерлерінде майысқан жері бар. Кішкене красить қойған екен. Парында шамалы трещиналар бар. Көп тұрғандарыңыздай трещинка. Номерін цвет етіп қалған екен, оны бояп қойған. В принципе, осындай состояние. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер осындай контент, осындай камераға түсірген ұнаса, коммент жазыңыздар, ойларыңыз жазыңыздар. Базардағы баға жалпы қандай, сізге ұнады ма, бұндай бағалар ұнамады ма, сізді осындай баға устраивает, не устраивает, барлығын жазыңыздар. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға тағы да рахмет. Каналдың дамуына атсалысып, WhatsApp чаттарға таратыңыздар. Рахмет. WhatsApp